Сантехниканың қиын саласы, мысалы енді бұл жерде жылу жүйесі бар. Мынандай жағдай болған енді. Туалетіне қойдың басын ағызып жібермекші болған ғой. Одан көбі памперстерді ағызып жібереді, олар кетпейді. Былай қарасаңыздар, сантехниканы бір жай жұмыс деп қабылдайды, бірақ мен қазір осы ортада жүргендіктен не олай айта алмаймын. Дұрыс пікір қалыптасу үшін мен ойлаймын, енді адам өз жұмысын жақсы көру керек қой. Сантехник саласында қазіргі мен айтар едім, енді құбырларда көп қой, енді ішінде соларды қазіргі пластикалық нелерге ауыстырған жақсы деп ойлаймын, темірден гөрі. Өйткені мысалы домдар болады, жаңа дом мысалы 3-4 жыл болған, ал астының бәрі шіріп, тесіліп жатады. Аяғым күйіп те қалған кездері болған. Сумен жұмыс істеу тоже оңай емес. Елімізде әрбір 4-ші адамның дипломын шаң басып жатыр. Оған себеп нарықтағы бәсекелестік. Қай-қайсымыз болмасын жақсы табыс әкелетін әрдайым сұраныстағы саланың соңына түскіміз келеді. Соның бірі сантехник кәсібі. Сантехниктер бұлайша айтқанда 5 аспап. Нақты бір бақтың тұтқасын ұстайтындары сирек. Бүгінгі кейіпкеріміз де кез келген қара жұмыстан қашпайтын, алдына тосқан кәсіпті ұршықша айырып әкететін майталма маман. Бұл салада мен Алматыдан бастадым 2007 жылдары. Сонда жұмысқа тұрғанмын. Сантехник болып. Сол жерде үйрендім, сол жерде басталды жұмысымның көбі сол жерде басталды. Содан үйреніп, содан Астанаға келдім. 2009-да Астанада басталды жұмысым нақтысы. Сол жерде үйрендім, содан алып кеттім мен ары қарай. Сол жерден басталды. Жұмыстың оңайы да бар, жеңілі де бар, ауыр да кездері болады. Сумен жүргеннен кейін қиын да кездері болады. Үйреніп қалдық енді осы жұмыспен келе жатыр. Сантехниканың қиын саласы, мысалы енді бұл жерде жылу жүйесі бар, водопровод жаңағы не дейміз, ыстық су, суық су жүйелері, солар көбіне істен шығады. Канализацияларынан, құбырлардан, солардан утечкалар болады. Сондай қиын шаруалар болады, енді сол суды жөндейміз. Тұрғын үйін жұмыс жасап жатырмыз. Обслуживание жағын 16 жұмысшы бар. Оның ішінде сол 2 сантехникіміз бар. Бізде сантехник болып жұмыс атқарады. Ұнайтын болғанда мен басында айттым ғой, өзім бір жақсы көрімді осы жұмысқа бір ыңғайын тауып істеп жатқан ұнайтын жері көп. Смеситель ауыстыру деген сияқты, үйдің ішінде крандарды ауыстыру, ванна қою, сондай бір жұмыстар жақсы, сол халықпен бірге істейміз. Өзіме ұнайтын жерлері сол. Есенаймен біз уже 7 жылына сондайдан асып кетті. Біз жұмысты басқа объекттерден бастағанбыз. Бізде бір объект емес, бұл жұмыс істегеніміз уже 3-4 неткеміз қарағанбыз. Ол сантехника жағынан, мен автоматика, еще мен отдельный жұмысым ол инженер. То есть только КИП емес, именно ОВК деген сондайлардың инженер жағынан. Сол Есенай екеуміз бірге бір жұмысты бірге жасап жүрдік осы жылдар. Олар трубалар жарылады, соларды ауыстырамыз. Қазір көбі ППР, пластикалық трубалар, соны үтікпен жасаймыз, варит етеміз. Сондай жерлері бар, енді ауыры да бар, жеңілі де бар, қауіпі де бар. Болады, өзі сол салада істеп жүрміз, аяғым күйіп те қалған кездері болады. Трубаға екі ортада қалып қалып үстімен жүріп, сондай жағдайлар болған. Сондықтан ауыр жерлері де бар.
ыстық сумен жұмыс істеу тоже оңай шаруа емес. Былай айтқанда сантехниканың енді біз оқыған адам емеспіз ғой. Бірақ осы саланы бір енді кілт ұстап бір нәрсені білгеннен кейін ары қарай алып кете аламыз да. Жаңағы көргенімізді тез ұғып алып, сондай жағдайда енді қазір осы салаға бір маман ретінде бір сіңіп алдық қой енді. Уақыт қой, бәріне уақыт келтіреді. Сондықтан енді бұл салада нелер жетіспейтін дүниелер көп қой енді. Оның бәрін біз енді оның общий несін айта бермейтін шығармын енді. Өте жауапкершілігі мол. Айта кетерлігі, бұл кісілердің жұмысын қадағалаудың қажеті жоқ. Өздері біледі, өздері жаңағы обход жасап, жаңағы болып жатқан нарушенияларды выявлять етіп, уақытылы аварийный ситуациялардың алдын алып жатады. Сол үшін мен өзімнің жұмысшыма алғысымды айтқым келеді. Суды өшіреміз. Насосты диаз кеп жөндеп жатыр. Отключение. Ал енді жаңағы көргендегідей үйлердің ішіндегі смесителдер жарылып нетсе, ол енді табыс көзінен бөлек ақша. Оған біз қосымша ақша аламыз. Өйткені үйдегі нәрсеге біз жауап бермейміз. Біздің нақты жауап беретініміз мына подвалының жұмыстары, зарплатымыздың жұмысы. Сол айлық көзі. Ал үйдегі істелген жұмыстар ол жеке табыс көзі болып табылады. Қайсысын алсақ та барлығы өзінің жұмысын атқара біледі. Өте көпшіл, адамгершілігі мол. Барлықтарына қашанда өтініш айтып, маған көмектесіп жүрейік десеңіз де, қашанда жаңағы не қылмайды, келісіп, көмектесіп жатады. Дұрыс, көпшіл дегеніңізге қосылам. Барлығымызды адамдардың басын қоса біледі. Бұл бізде міне градус судың ыстықтығын көрсетеді. Мұнда давление қазір міне 4-ті көрсетіп тұр. Қалыпты жағдай осы ғой. Қазір мұнда бізде обратка, подача ғой мысалы. Мынау қазір обратка. Обратканың график бойынша 40 болып тұр, осы 40 болып тұру керек. Подача одан жоғарырақ болады. Есенай жақсы сантехник, біз осы жұмыс жақсы жасайды. Біз осы босқадан 7 жыл бірге жұмыс істемейміз ғой, содан бастайық. Ответственный жұмыс беріп жасайды, ешқашан былай қалдырмайды. Адамдармен жақсы сөйлеседі, осы қанша жүрем. Кейде осы үйлерде не қиыны, ол адамдармен сөйлескен. Өйткені әртүрлі адамдар болады, сол Есенай сол жақтан кішкене жақсы, адамдармен жақсы сөйлесіп, бір тіл табады. Сантехник саласында қазіргі мен айтар едім енді, құбырларда көп қой енді, ішінде соларды қазіргі пластикалық нелерге ауыстырған жақсы деп ойлаймын, темірден гөрі. Соны қозғалса екен деймін. Содан сондай жағдайларда су құбырларын жақсы сапалы дүниелерге салса деймін. Өйткені мысалы домдар болады. Жаңа дом мысалы 3-4 жыл болған. Ал астын бәрі шіріп, тесіліп жатады. Сол жағын дұрыс қадағаласа екен деймін. Жақсы тұрғылар. Бір рет жұмыс жасаған дұрыс қой, чем оны 3-4 жерде ауыстырып, адамға қиыншылық береді де онда. Сол жақтарын қарастырса, мен өзім саламда бойынша айтарым болсам. Сол енді басқалардың енді өз саласының жұмыстарымен айтсын, енді олардың бәрін айта беретін емес қой. Мен өзім салам бойынша айтсам, сол құбырларды дұрыс салса, пластикалық трубаларды қойса, жақсы материалдарды бірінші
басынан бастап строитель жұмысты бастағаннан кейін соларды дұрыс қадағаласа деймін да. Өйткені екі жұмыс болады да ол, иә. Ішіне кірсең, подвалный жаңа ішінде құбырлары тесілген, уақытынан бұрын істен шығып жатады да. Сантехниктердің қол қусырып отыратын күндері сирек, тіпті мүлдем тыным таппайды десек те болады. Сантехник мамандарға жылдың әр маусымында жұмыс табылады. Жазда сумен жабдықтау, қыста жылу желілеріндегі апаттар, көктемде кәрі жолдарындағы кінәрат. Осылай кете береді. Қызмет көрсету құны да арзан емес қазір. Сағатына кемі 5-10 мың теңге аралығы. Кейіпкеріміз де күнделікті несібесін, бала шағасының ас суын айырып отыр. Енді күліп еске алатын жағдайлар сондай жағдайлар ғой енді. Одан кейін сол енді трубалармен жұмыс істегеннен кейін ана неде жақында істеп қолымды сындырып бір ай бейнет көргенім бар еді. Ол енді трубалардың үстімен кеткен ол жерде. Лестницамен қойып шығып суды өшірем деген кезде лестница тайып кетіп құлап қолым мына жерден сындырып алғаным бар еді. Бір айдай бейнет көріп сондай жағдайлар болды. Қазіргі еще бәрі автоматика ғой. Сондықтан қосылып жатқан дүниелер көп. Оның ішінде көп нәрсені білу керек. Енді қазір мен бәрін айтып жатқаннан сіздер дұрыс оның енді аттары бар ғой әр нәрсенің. Неше түрлі нәрселер кетеді, насостар кетеді, мысалы, күйіп кетеді, соларды ауыстырамыз. Жаңа су жүйесінде жаңа ғана Е-блокта, мысалы, су болмай, сондай обратный клапан дегендер бітеліп, жаңа нетіп қалып, соларды ауыстырып, мысалы, сондай жұмыстар. Алдында бізде басқа да маман сантехниктар болған, бірақ олардың жұмысына біз қанағаттанған жоқпыз. Себебі жаңағы жұмысты толық білмейді. Былай қарасаңыздар, сантехниканы бір жай жұмыс деп қабылдайды, бірақ мен қазір осы ортада жүргендіктен не олай айта алмаймын. Өйткені ол да өте сондай күрделі маман. Жаңағы тепловозорға түскен кезде, ана манометрларды, трубаларды көрген кезде, бұл қандай керемет жаңағы қызметкерлер, қалай өзінің маманның иесі деп мен таңғаламын. Сол себепті мен өте сыйлаймын өзімнің жұмысшыларымды, бағалаймын, қадірлеймін. Жолдасым жақсы қасиеттері қамқор, еңбекқор. Үйде бет алды жатпайды, екі-үш жерде жұмыс істейді. Осы бізді отбасымыздың асырау үшін. Мен қазір декретте отырған анамын, 3 баламыз бар. 12 жыл болды отбасын құрып жатқанымызға. Мейірімді, үйге келгенде үй шаруашылықтарына көмектеседі. Бұлай уақытта жұмысында, күндіз-түні жұмысында ғой. Қай уақытта шақырады, сол кезде барады. Жақсы қасиеттері бар. Қанша труба бар дегенде мен бұны айта кетейін. Мынау, мысалы, жылу жүйесі, отопление дейміз ғой. Отопление. Мынау сол насосы, соған циркуляция беретін, постоянно айланып тұру керек, циркуляционный. Мынау сол обратный нені ұстап тұрады, давленияны. Сол мынау екі жаққа бөлінеді. Мынау бірінші зона, мынау екінші зона. Бұл жоғары жақ этаждарға, жоғары жақ жылу жүйесінікі. Мынау төменгі жақтікі 1-ден 9-ға дейінгі. Мынау 9-дан ары қарай 15-ші этажға дейінгі екіге бөлінеді. Сол тепловой дейміз бұны, мынау міне тепломенник. Бұның бәрін жуамыз, тазалаймыз, өзінің уақыты болады. Сол кездері ауыстырамыз. Осы қиын шаруалар енді. Осылардың бәрін ауыстырып, тазалап, жуып, теплотранзитқа тапсырамыз. Үш баланың әкесі, әсіресе сол
қыз 3,5 жастағы қызымыз бар. Соған мейірімді. Міне екінші қызымыз дүниеге келді, оған 3 ай. Қызын ерекше жақсы көреді, ұлын да жақсы көреді, бірақ қызды ерекше жақсы көреді. Бізге қарсы вообще мүлдем сөз айтқызбайды, ертең бұл қонақ үйден кетейді, қыз деген төрде отыру керек деп, әрқашан қызын төрге отырғызып қояды. Бұл достарына деген қарым-қатынасы ерекше, достарын жақсы көреді. Достары бір сөз айтса, сразу барып қол ұшын көмектеседі. Әсіресе үлкен кісілер болады, апа, ондайларға тегінде жұмыс істеп береді десем болады. Өйткені үлкеннің батасын аламыз деп сөйтіп. Шаштар еді. Ванна мен мойкада бітелетін шығар енді. Оның сондықтан стаканчигі бар, оның өзі арнайы несі бар, соны ашып тазалауға болады. Сондықтан ал енді кухняда болады, көбіне майланып, тез бітелетін жерлер сол жерде ғой, основной. Сол жердегі айтадым, енді көбіне жаңағы көп үйде көреміз, бір үйден мынандай жағдай болған енді. Туалетіне қойдың басын ағызып жібермекші болған ғой. Соны тауып, сондай бір жағдай болған. Көбі памперстерді ағызып жібереді, олар кетпейді, енді көбі оны біле бермейді да, ойлайды ғой, мусоркамен шатастыра ма, еріне ме. Сондай жағдайлар көп. Одан кейін жаңағы мойкаға да кашны төге салады, бош көшелер төге салған кездерді көреміз, мысалы. Ол тез бітеліп қалады. Сондай жағынан дұрыс қараса деймін, ол сливнойдан су ғана ағу керек қой. Одан артық ештеңе ақпау керек. Оған ол ертең астыңғы жақта бітелетін құбырлардың бітелетін содан да. Сондықтан мына гигиенический жаңағы нелерді, тряпкаларды, даже бумагаларды лақтыруға болмайды да, шама келсе. Өзіңіздің неңіз үшін ғой ол. Жолдасының жақсы қасиеттерінің бірі мейірімді. Көршілеріміздің жартысы танып қалды бізді. Өйткені көбінесе смесителдер кетіп қалады. Ваннадағы туалеттер бітеліп қалады. Күндемей, түндемей звондайды, 2-3 жерде жұмыс істейді. Үйде редко болады десем де болады, өйткені күндемей, түндемей 24/7 жұмыста ғой. Жөнделмейтін жұмыс болмайды, жөндей алмайтын адам болады шығар енді. Біз енді сондықтан жөндейміз, бірақ ауыр болады енді. Міне қазіргі бір 2-3 сағаттық жұмыс болды, мысалы, таңертең келгеннен сол жерде жүрдім, жаңа көрдіңіз, су болып, мысалы, ана жақта көрдіңіздер су болып жатқан. Сондай дүниелер көп бұл үйде. Бұл өйткені көп дүниесі істелмеген. Бұрынғы застройщиктің салып кеткен дүниесі бойынша тұр. Трубалардың бәрі ескірген, бітелген. Соның бәрін ауыстырып жатырмыз. Соның әр жұмысы қиын, әр уақыт алады. Жұмысымыз болғаннан кейін енді кімге біреуге бір жалынып жылайтын емес, істейміз. Мамандықтың жаманы жоқ, тек сол кәсіптің ыстығына шыдап, суығына төзу маңызды. Айтпақшы, жаһан жаппай жасанды интеллекттің игілігіне мойын бұрып жатқанда көкейде бір сұрақ бар. Мақтауын асырып жүрген роботтар сантехниктердің орнын алмастыра ала ма екен? Қайдан бірақ. Сантехник мамандығы жыл сайын күрделеніп дамымаса, алдағы 100 жылдықта түбегейлі жойылып кетуі екіталай.